Сәлеметсіздер ме? 3-ші сынып оқушылары бүгінгі сабақта Smiles оқулығының 51-ші бетін түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер және де лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер. Видеоны айналдырмай соңына дейін көрулеріңізді сұраймын, себебі сабақты толығымен түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Біз 4-ші тақырыптың жалғасы 51-ші бетті түсіндіремін. Study spot деді. Яғни мына жерде Where is the bakers? It is next to the bank. Бұл жерде наубайхана қайда орналасқан дейді. Ол банктің алдында орналасқан дейді. Яғни мына жерде бізде 4 сөз берілген, яғни opposite, бір-біріне қарама-қарсы. Жерде қазақшаларын жазып қойдым. Opposite қарама-қарсы, next to келесі, between арасында немесе ортасында, келесі behind артында деген сөздер. Осы сөздерді мына 7-ші жаттығуда белгілейтін боламыз. Яғни 7-ші жаттығуда look, read and choose. Қара, оқы және мына дұрыс сөзді белгіле деді. Яғни бізде біріншісінде the supermarket is супермаркет қайда дейді. Яғни наубайхананың қай жерінде орналасқан дейді. Сонда бізде супермаркет наубайханадан кейін орналасқан. Сонда келесі деген бізде next to болады. Келесі the butchers, яғни бізде бұл ет сататын жер, аурухананың қай жерінде орналасқан дейді. Яғни екеуі қарама-қарсы болғандықтан бізде opposite дегенді белгілейміз. Яғни екіде A жауап болады. Келесі бізде 3-ші the green grocers is, бізде бұл көкөністер сататын жер қайда орналасқан дейді. Бұл бізде көкөністер сататын жер аурухананың алдында орналасқан дейді. Яғни 3-те болады бізде between, екеуі, яғни арасында болады. Келесі бізде 5-ші 3-те between, 4-те the post office, бізде бұл почта қайда орналасқан дейді. Бізде почта, бізде ол орналасқан мынау қалай наубайхана екеуі қарама-қарсы орналасқан дейді. Яғни opposite болады. Келесі бізде green grocer is келесі болады next to hospital. Яғни бізде аурухана екеуі бірінен кейін бірі орналасқан дейді. Келесі бізде 8-ші жаттығу talk with your friend. Досыңмен әңгіме айт деді. Яғни осы ғимараттар жайында және олардың қайда орналасқандығы жайында әңгіме айт деді. Келесі 9-ші жаттығу thinking, ойла деді. Read and label the buildings. Мына жерде біз ғимараттарды жазуымыз керек. Яғни бұл the butchers is between the bakers and the post office. The butchers дегеніміз біз бұл жерде ет сататын жер, яғни ет сататын дүкен, наубайхана және почтаның арасында орналасқан дейді. Наубайхана мен почтаның арасында ет сататын дүкен орналасқан дейді. Келесі the supermarket is opposite the bakers. Супермаркет наубайхана екеуі қарама-қарсы орналасқан дейді. Супермаркет пен наубайхана екеуі қарама-қарсы орналасқан дейді. Келесі there is a green grocers. Бізде бұл green grocers дегеніміз көкөніс сататын жер. Ол почтаның артында орналасқан дейді. Сонда бізде бірінші болады green grocers. Екінші bakers. 3-ші супермаркет. Мына жерде әр сөйлемде қандай ғимарат айтылғандығын жазу керек. Яғни бізде бірінші сөйлемде butchers. Осылай толтырып шығамыз.
Келесі бізде 52-ші бет listen and read, тыңда және оқы дейді. Бұл жердегі әңгімені оқып беретін болсам сендерге, мына жерде әжесі мен немересінің арасындағы әңгіме. Бұл жерде әжесі айтады, Jake, can you get some cakes from the bakers, please? Әжесі айтады, Jake, маған наубайханадан аздаған бәліштер әкеп берші дейді. Yes, where is it? Жарайды, ол қайда орналасқан дейді. Сонда әжесі оның қайда орналасқандығын ағылшынша айтып жатыр. It's next to the bank. Ол бізде банктан кейін орналасқан. And get some apples from the greengrocers too дейді. Және аздаған алма, көкөніс сататын дүкеннен алма ала салшы дейді. Okay, Gran. Where is the greengrocers? Жарайды әже, бірақ көкөніс сататын магазин қайда орналасқан дейді. Келесі, it's between the post office and the hospital. Ол почта мен аурухананың ортасында орналасқан дейді. Okay, Gran, anything else? Жарайды әже, басқа бірдеңе керек пе дейді. Келесі әжесі айтады, get some sausages from the butchers. And some sweets from the sweet shops. Және де ет сататын жерден аздаған шұжық және тәтті сататын дүкеннен аздаған тәтті ала салшы дейді. Келесі, look, Gran, it's all from the supermarket. Келесі енді немересі әжесіне айтқан заттарын әкеп тұр. Қара әже, мен барлық супермаркетті сатып алдым ғой дейді. The supermarket, әжесі супермаркет па дейді. Сол кезде немересі айтады, yes, Gran, there is a supermarket opposite your house. Әже, бұл жерде үйге қарама-қарсы супермаркет бар ғой дейді. Oh, really? It looks like a cinema. Шынында да ана жерді қара, ана жерде кинотеатр бар екен дейді. Келесі бізде 53-ші бет. 53-ші бет 11-ші жаттығу. Read a story and complete. Жаңағы мынау оқиғаны оқы және мына жерді толықтыр дейді. Яғни бізде бұл get some cakes from the әжесінің айтқан сөздерін тауып жазамыз. Яғни әжесі мына жерде айтады, маған кішкене тәтті алып келіп берші дейді. Тәттіні қайдан алады? Яғни оны біз bakers, наубайханадан аламыз. Сонда бізде біріншісінің жауабы get some cakes from the bakers болады. Екінші, get some apples from, маған алма кеп берші дейді. Алманы қайдан аламыз біз? Яғни алманы көкөніс сататын дүкеннен аламыз. Сонда greengrocers болады. Get some apples from the greengrocers болады. Келесі үшінші, get some sausages from the, маған кішкене шұжық алып келші дейді. Яғни шұжықты ет сататын жерден аламыз. Get some sausage from the butchers болады. Келесі, get some sweets from the, аздаған тәтті алып келіп берші дейді. Яғни тәттіні біз қайдан аламыз? Тәтті сататын дүкеннен аламыз. Sweet shop. Келесі 12-ші жаттығуда thinking cap дейді. Ойлан дейді. Find the following in the story дейді. Мына суреттерді бағанағы мына әжесі мен немересінің әңгімесіндегі қай суреттерде қолданылғанын табамыз. Яғни бізде бірінші машина. Машина бізде қай суретте бар? Бізде ол 6-шы суретте бар. Яғни 6-шы суретте машина тұр. Сонда бірдің жауабы, бірінші суреттің жауабына 6 деген сурет, 6-шы суретті жазамыз. Яғни picture 6. Келесі бізде мынандай ыдыс, розовый ыдыс. Яғни ол ыдыс бізде қай суретте бар? 3-ші суретте бар. Picture 3 болады. Келесі бізде мынандай тәтті бәліш. Яғни ол бізде бірінші және екінші суретте бар. Жазамыз picture 1 and 2. Келесі бізде 4-ші мынандай тәтті бәліш қай суретте бар?
Ол бізде әжесінің, яғни 5-ші суретте бар. Мына жерде тәтті бәліштер бар. Сонда picture 5 болады. Келесі бізде act out the story. Мынау көріністі қойыңдар дейді, яғни сыныпта көріністі қойыңдар дейді. Келесі 14-ші жаттығу talking point. Listen and read, make a new dialogue with your friend. Тыңда және оқы, досыңмен осындай жаңадан мәтін ойластыр дейді. Мынаны оқитын болсақ, Ән мен Питердің арасындағы әңгіме. Peter, can you get some milk from the supermarket, please? Анна айтады. Питер, маған супермаркеттен сүт әкеп бересің бе дейді, өтініш дейді. Питер айтады, yes, of course. Жарайды, where is the supermarket? Супермаркет қайда дейді. Сонда Анна айтады, it's on Apple Street. It's next to the butcher's. Ол Apple деген көшеде дейді. Және ол неге ет сататын дүкеннен кейін орналасқан дейді. Сонда Питер айтады, окей, жарайды, anything else. Басқа не нәрсе керек дейді. Анна айтады, get some sausage and some cheese too дейді. Аздаған шұжық пен кішкене ірімшік ала салшы сол жерден дейді. Келесі sound spot. 15-ші жаттығу listen, point and repeat. Тыңда және қайтала дейді. Яғни бізде бұл жерде O дыбысын өтетін боламыз. O дыбысы бізде мына сөздерде қолданылады. House сөзінде қолданады, яғни house, O. Бізде тышқан mouse, мынау блузка, яғни кеудеше десек болады, киім blouse. Сонда house, үй, mouse, тышқан, blouse, блузка. Біз мына 16-ші жаттығуда осы O дыбысын мына жерге жазуымыз керек. Яғни complete, then listen and repeat дейді. Мына жерде толықтыр дейді. Сонда the mouse with the brown blouse is in the round house. Қоңыр жейде киген тышқан үйдің ішінде дейді. Яғни mouse, мына жерге тышқан қоямыз, одан кейін with the brown, қоңыр жейде киген is the round, мына жерге house болады соңғысы.